Үшінші кезең шығармашылық бөлім, яғни 8 қырлы 1 сырлы деп аталады. Төртінші кезең білімділер кезеңі, мен ұнататын пән. Әр кезеңнің ережелері ұйымдастырылған кезеңдер барысында толық түсіндіріледі. Жігерлентіп жастарды сайысымыз басталды, білім жолын нұрлантып, бағындырма басқарды деп, өзін-өзі таныстыру кезеңі, өзге емес, өзім айтам өз жайында. Сайысқа қатысушы сайыскерлеріміз жаңашыл бағытта өздерін таныстырмақ. Таныстырылымға берілетін уақыт 6 минут. Ендеше ортаға 8-ші А сынып оқушысы Зинулаева Айерке Ержанқызы. Сіздер ардақты асыл халқым, сәлемдесу ежелден ата салдым. 8 Аның атынан келіп тұрған сәлемін Айеркені қабыл алдым. Мектебім алтын ұям есігім, білімдіге әркез ашыр есігім. Гауһар айдай апайдан тәлім алып, әр уақытта есер қалар есім. Жыл оқушы сайысы ақылдымын, бағалайды қазылар ақын жырын. Өнерімді паш етуге мен де келдім, Айеркенің бағаларсыз батылды. Бұны деген қош естігім, иісі қандай күшті. Бұны күтім атауы қандай екен. Бұндай гүлді өмірімде бірінші рет көрттім. Бағанадан бері мазамдалып жатқан қайсың? Тәтті ұйқымды бұздыңдар ғой. Сенің есімің, сен қандай әдемісің? Рахмет, мен Айару деген гүлмін. Сен қашаннан бері өсіріп бастадың? Мен 2008 жылдан бастай өсіріле бастадым. Мен жай гүл емеспін, мен ерекше гүлмін. Мен бар отбасы өте бақытты. Тіпті мені сыныптарға да қоюға болады. Мысалы, мені 9-шы Б сыныбына қойды. Мен қазір 9-шы Б сыныбының гүлімін. 9-шы сынып оқушылары жолдары болды шекен. Сенде әсем гүлдері бар. Тіпті мен де саған таңданып тұрмын. Әрине, рахмет. Соншалықты сен бақытты болатын қандай қасиетің бар? Мысалы, мен бар сынып өте бауырмашыл, ауызбіршілігі мол, тату сынып, ешқашан бірімен қырылмайды, төбелеспейді, өте тату сынып. Сонда сенің ерекшелігің неде? Менің ерекшелігім, мысалы, мен білімдімін, көріктімін. Мысалы, мені қазір, және де мен әртүрлі жарыстарға қатысамын, белсене қатысамын. Ешбір жарыстан орынсыз қайтпағанмын, барлығынан орынмен қайтамын. Және сабағымды жақсы оқимын. Мен Алпысқызы Нұрбибі 9-шы А сыныбының үздік оқушысымын. Мен бұл кеме арқылы өзімді таныстыруды жөн көрдім. Себебі бұл кеме менің сыныбым, ал біз сыныбымызбен бірлесе отырып тек алға қарай жүземіз. Теңізде еркін жүзген, мектеп кемесімен бүкіл әлемді шарлаған қазіргі жастарымыз бір-бір мықты маман иелері. Қазақ елін әлемге танытатын қазіргі жастарымыз тек кеме секілді алға қарай жүзуде. Осы секілді біздің алға қойған мақсатымыз бір. Білім мен тәрбиені ұштастыра отырып тек алға қарай арман мақсаттарымызға жету. Осы секілді мен бүгінгі шарада өз сыныбымда тек алға қарай жетелейтін боламын. Мен өз сыныбымның көшбасшысымын. Теңіздей терең білім мен болашаққа бет бұрған қайраттарымыз ешқашанда тоқтамасын. Толқындай өмірдегі қиындықтарыңызды жеңіп, ұстаз берген білім мен тәрбиені қару ретінде қолданып, тек алға қарай ұмтылып, мақсаттарыңызға жете берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Жыл оқушысы байқауы есік ашты. Аманжол, ассалаумағалейкум, сәлем бердім. Сәлемдесу салтымыз біздің басты. Аманжолы мейірханмын кең пейілді, әрбір жанға рухани беретін дем, кіші жүздің ұғымын елін сер, жақсылардың соңынан еретін бір. Сәттілікті тілеймін бұл байқауға, қызықты сәтті өтсінші деп. Мықтылардың мықтысы жеңсін енді, күніміз мәңгілікті қызықты өтсінші деп. Армысты жамағат сәлем бердім, бастауымен бөлімді шумақ жүрдім. Жыл оқушысы байқауы ерекше бол. Сайрап жатты жүректен, мінеке жүректен. Серік қызы аяна мен боламын, көңілді нұр тербеген жүректен. Барша досқа сәттілік тілемін мен, алдыңызда үн қатып жүрегімен. Сәтті өтсін бұл жарыс қызықты болып, мықтылардың мықтысы жеңе білген. Последний звонок прозвенит.
простимся со школой, жизнью веселой, прощайте школьные дни. Что ждет впереди неизвестно, и нам никогда не забыть те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Сложные задания, первые признания, а за мной очень дружный класс. Длинные уроки и учитель строгий, не забудем никогда мы вас. Арыстанда яйбатты, жолбарыстай қайратты. Қырантай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған. Көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Соның ішінде қазақ әдебиетінде ұлы ақындар өте көп. Сол ақындардың бірі Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлының бізге қалдырған рухани байлығы өте мол. Сол байлыққа жататын өлеңдердің бірін мен айтқым келеді. Абай Құнанбайұлы ойсуға май өтпес қой өткенге, ойсуға май өтпес қой өткенге, күлесің қасқыр жауап дәметкенге. Сол қасқырша лақтап түк таппадым, көңілдің жаяуынан ел кеткен бе? Берген бе Тәңірім саған өзге туыс, құласың жер жиһанды бір ауыз. Шарықтап шартараптан көңіл сорлы, таппадым бір тиянақ неткен қос. Таппаған тиянақ неткен қос. Күні түні ойында бірақ Тәңірі, өзіне құмар қылған мұның әмірі. Халыққа мақұл жете алмайды, оймен білген нәрсенің бәрі дақыры. Көңілге шек шүбәлі ойлаймын, сонда да оны ойламай қоя алмаймын. Ақылдың жетпеген арман емес, құмарсыз қыр мүлгуге тоя алмаймын. Мекен берген, халық қылған ойламаған, түп иесін көксемей бола мекен. Және оған қайтпақсың оны ойламай, өзге мақсат ақылға тола мекен. Өмір жолы тар соқпақ бір еген жақ, екі басын ертіп ұстаған хақ. Және оған ұстаған хақ. Еңбек жолда тегістік тиянақ жоқ, құлап кетпе турашат көзіңе бақ. Назарларыңызға рахмет. Сөз сүйектен өтеді, таяқ неден өтеді? Таяқ еттен өтеді. Ел басқару саласындағы ең жоғарғы лауазымды тұлға. Адамның өтіне
ең жақын орналасқан ғаламшар? Меркурий. Тарихтың атасы? Жоқ. Суретте берілген тұлғаны кім екенін табыңыз. Суретте берілген тұлға Міржақып. Енді менің жанықпашымды қайталайтын боласыз. Хакім хат ашып отыр, шатасып отыр. Жоқ, қайталайсың. Оқымайсың, Менің айтқаным тек қайталайсың. Кері біліп қайталайым, иә? Тыңда. Хакім хат ашып отыр, шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, шатасып отыр. Керемет. Енді салт дәстүр бойынша сұрақ таңдайсыз ба? Әлде тыңдаймыз. Жастардың ата-анасы үйде жоқ кезінде өзінің қатарын шақырып, жегізетін тамағы. Ән айтылып, ойын сауық құрған. Ол қандай дәстүр? Ұстаз. Қазақтың жаңа жылы 22 наурыз. Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Керей мен Жәнібек. Қазақ тарихында тұңғыш рет ғарышқа кім ұшты? Тоқтар Әубәкіров. Сөйлеу тілінде дыбыстау мүшелері арқылы айтылып етілетін тілдік құбылыс. Жауап жоқ. Жақсы. Енді мен жаңа үнген сүрінген бе, сүрінген сұр үнген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр енген бе? Дұрыс, рахмет. Енді салт дәстүрді сұрақ таңдайсыз ба? Алғашқы кезеңі. Оның мен алғашқы кезеңі. Тас дәуірі ма? Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков. Қытай тарихшысы. Сыма Цян. Дауысты дыбыстардың тілдік қатынасына қарай түрі жуан және жіңішке. Қазақстан Республикасының ата заңы қашан қабылданды? 1995 жылы 30 тамыз. Дегеніміз не? Галактика дегеніміз бұл миллиондаған, миллиардтаған жұлдыздың байланысқан шоғыры деп айтуға болады. Жүйесі. Дауыссыз дыбыстардың түрлері бұл қатаң, ұяң, үнді. Үш түрге бөлінеді. Әбілхан Қастеев дегеніміз бұл жаңағы әйгілі қазақтың суретшісі, график, кескіндеушісі, бейнелеу өнерінің қазақ даласында жаңағы таралуына себепші болған бірде-бір адам деп айтуға болады. Және түрік тілінде қазақ атауының мағынасы бұл рух, күш деген мағына, жаңағы қонақжай деген қазақ. Жоқ. Аспан денелерін зерттейтін ғылым астрономия. Баланың жаманы баға алмағаны, мұғалім ағаның жаманы болмағаны. Керемет. Ақыл-нақыл сипатында айтылатын сөздер тобы. Тыйым сөздер ма? Соған жақын. Әр адамның шағын отаны отбасы. Алдар көсе қай жанрдың кейіпкері?
Комедия жанр ма? Жақсы, төртінші сұрақ. Алғашқы адамдардың бастапқы кезеңдегі топтасу жүйесі тобыр. Жұмбақтың жауабын табыңыз. Ауыр ат, бірақ түсер салмағы жоқ, арқаның арып киіп қалғаны жоқ, арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Жылқы. Ол жануар адам атауы емес. Түйе. Жақсы. Мен жаңылтпашымды қайталайсыз, иә? Қондық жаңа қонысқа, қалың екен жоңышқа. Қондық жаңа қонысқа, қалың екен жоңышқа. Тағы қайталайын ба? Қондық жаңа қонысқа, қалың екен жоңышқа. Қондық жаңа қонысқа, қалың екен жоңышқа. Керемет. Салт дәстүр таңдай. қазан жоқ, қайғыстаған жоқ. Теңізде түбі терең, сүңгіген жетер әлек. Жұмақта. Иә. Мемлекеттің егемендікпен біртұтастықты білдіретін басты рәміз ретінде Сосын дұрыс. білім, знание, орысша знание, Жақсы. Бесіншісі. философия. Әлия. Енді айтшы тұрса. Әлия Молдағұлова айтып тұрсың ғой, айтшы тұрса, иә. Жақсы, рахмет. Енді жаңылтпашты қайталайсыз. Орындалмай ойымдағы, ойылмады оюдағы. Орындалмай ойымдағы, орындалмай оюдағы. Жақсы, рахмет. Салт дәстүр таңдайсыз сұрақ.